түрлі сала бойынша денсаулық, білім беру, коммуналдық қызмет, жоғарғы оқу орындары, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, мәдениет саласы, журналистика, спорт саласы, әлеуметтік сала. 1100 адамға жолдама берілген. Бұл тізімге ілінсеңіз, енді сіз жеке кабинетіңіздегі жолдаманы алып 15 жұмыс күннің ішінде отбасы банкке бару керексіз. Өзіңіздің төлем қабілеттілігіңізді растау үшін. Ал резервке енгізген кісілер тоже жеке кабинеттеріңізден қарап отырасыздар. 1100 адамның ішінен түрлі себептермен несие алуға мүмкіндігі болмай қалған жағдайда ол орын келесі резервте тұрған адамдарға беріледі. Не себепті сіздерге отказ келген, тоже списоктен қарайсыздар. Ол жерде барлығы түсіндіріліп жазылып тұр. Қазір бәріміз іздеп жатқан шығармыз тізімнен. Кім өтті, кім өтпеді, қандай причинамен, неше балл алды. Және резервтамыз ба, негізгі тізімдеміз ба. Ал өткен кісілерге сәттілік. 1100 адам жеке кабинеттеріңізден жолдама, яғни направление күтесіздер.